Батыс Қазақстан халқы неге өте қызуқанды? Бұның себебін барынша ашуға тырысамын. Батыс халқы кешегі Жалаңтөс Баһадыр, Исатай мен Махамбет, Ерқосай батырлардың ұрпағы. Бұл батырлар қазақ үшін жанын берген. Сол себепті қазақ халқындағы тарихта кіші жүздерсіз соғыс басталмаған. Осы қызу қанды мінезбен барлық батырлар тек қана кіші жүзден шыққан. Кез келген шайқасты алып қарасақ алдыңғы шепте тек қана кіші жүздер тұратын. Осы ата-бабалардың рухы, батыр мінезі қазіргі кіші жүз қазақтарында әлі күнге дейін бар. Мәселен, Жаңаөзендегі оқиғаны алып қарайтын болсақ, Қазақстандағы кез келген наразылық шеру әрдайым Батыс Қазақстаннан орын алады. Батыс Қазақстан әрқашанда өз құқығын білетін халық, талап ету, әділеттілік, шыншылдық бойларындағы бар қасиет. Осы себептен кіші жүзге найза берде жауға қой деп бекерге айтпаған Төле би бабамыз. Кіші жүздер батыл халық екені тарихтан белгілі. Батыс Қазақстан халқы әрқашанда өздерінің қайсар, ержүрек, батыл мінездерімен қазақтың арасында әрқашанда ерекшеленеді.